Алаңда не үшін сен бастық болады екенсің? Сол үшін. Ол бәріне мәлім ғой. Сонымен, біз бұқа мен қойды мына алаңнан таптық. Аха. Бірақ олар кімнің бастық екенін шеше алмай жатыр. Ал бұрын бұл жерде Шөнжіктің әкесі бастық болатын. Я. Ол өзінің мирасқорын таңдамапты. Я. Бұл дауды шешпегенше олар тынышталмайды. Дұрыс айтасың. Тығырық, жап-жазық алаң және басқа ештеңе жоқ. Дәл солай. О, алаңымызға жаңа жануарлар келген бе? Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын. Мен бұқамын. Бастық. Өй, бұл жерде бастық менмін. Сендерге қорғаушы болуды ұсынайық деп еді. Иә, ал сендер балалар, кімнің бастық екенін анықтауға көмектесесіңдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Бұл алаңның ең үздік басшысы рөліне келетін кім? Кім? Әрине мен. Жерде күші асып тасып тұрған бұқадан жақсы жыртатын жануар жоқ. Оның үстіне менің алынып салынатын тамаша мүйізім бар. Қисынды, мұның бәрі бұқаларын бұлшық еттерінің арқасы. Сенде алынып салынатын мүйіз бар ма? Көрсетші! Өздерің білетіндей, жануарлар әлемінде мұндай сападағы жүн табылмайды. Маған дауыс бергендердің бәріне жылылық пен жайлылық сыйлаймыз. Себебі қойлар үйді әдемі, жанға жайлы ете біледі. Жып-жылы. Ой, бұл сияқты жұп-жұмса. Өй, Не? мен қой сүтінен жасалған әлемдегі ең дәмді ірімшікпен қамтамасыз ет. Маған дауыс берсең, осы алаңда аққуларға арналған көгал жасап беремін. Бәрі сендердің ыңғайлы. Әй, сөзімді бөлме. Сен бірінші бастадың. Жетер, кім күшті, сол жеңсін. Шаң жұтуға дайындал. Неге ойланып қалдың, аққу? Жолбарыс мырза, жұлдызды аспан қорғаушыларының бірі болуға тиіс еді. Алайда Айдахар оны алдап соқты. Оны сыйламаушы ма едіңдер? Жолбарыс мырзаны қатты сыйлаймыз. Иә, нағыз жігіт. Спортшы. Жалпы жақсы жануар. Енді Жолбарыс мырзаның міндетін оның ұлы орындамақ. Айдахар зұлым жоспарын іске асыру үшін сиқырлы тауға бара жатыр. Жолбарысты құрметтесеңдер, әділеттілік орнағанын қаламайсыңдар ма? Иә, солай шығар. Оған жаным ашып тұр. Онда оның ұлына көмектесіңдер. Айдахар Жолбарыс мырзаны ғана емес, басқа да аңдарды алдады. Ал бізде қалғандарын іздейтін уақыт жоқ. Алаң ішін дауласуды қойып, өздерін сүйсінетін жануардан үлгі алыңдар. Иә, Дұрыс айтарсың. қане бұйра. Анау Айдахар оңбағанға барып қайтайық. Өмірінің соңына дейін қой санайтын болады. Иә, кеттік. Мәссаған, екеуін қалай көндірдің? Олар маған жақсы жігіттер сияқты көрінді. Сонымен, олардың қайсы күшті? Тыныш, үндемей тұра тұрыңдаршы. Олар сиқырлы таудың қайда екенін білем өзі?
Biz Тәй-тәй! Biz Тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.